Сәлем, құрметті талапкер. Сенімен бірге Education Қатылжан. Біз сіздерді білім беру бағдарламаларымен танысуды жалғастырамыз. Бүгін біз көлік құрылыстарын салу білім беру бағдарламасының ерекшеліктері туралы сөйлесетін боламыз. Бұл білім беру бағдарламасы қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс білім беру бағдарламаларының тобына кіреді. Автокөлік құралдарының санының күрт өсуі, жаңа магистральдар, эстакадалар мен жер үсті жаяу жүргіншілер өткелдерін салуды қажет етті. Бұл курста студенттер көлік құрылысы объектілерінің ғимараттары мен құрылыстарын салу және реконструкциялау бойынша жобалау сметаларын құжаттары мен конструкциялық жұмысты орындауды үйренеді. Білім беру бағдарламасына оқуға түсу үшін ОКТ-да математика және физика таңдау пәндерін тапсыру керек. 2021 жылғы мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижесі бойынша грантқа оқуға түсу үшін шекті ұпай 59 ұпайды құрады. Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Оқу барысында студенттер автомобиль жолдары мен магистральдарды, қала көшелерін, көпір өткелдерін жобалау, жол саласы объектілерін салу және қайта жаңартуды ұйымдастыру жобаларын әзірлеу, автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу, жөндеу, қайта жаңарту, пайдалануды жүзеге асыруды үйренеді. Біздің түлектер Қазавтожол, Казстройсервис, көлік компаниялары сияқты алдыңғы қатарлы кәсіпорындарда жұмыс істеу мүмкіндіктері бар. Осы білім беру бағдарламасының түлектерінің мансаптық мүмкіндіктері кең. Түлектер инженер, участок басшысы, жұмыс өндіруші, жобалаушы, технолог болып жұмыс істей алады. Сондай-ақ түлектердің магистратурада оқуды жалғастырудың мүмкіндіктері бар. Табысты мансап сапалы оқудан басталады. Казгасаға келіп, сапалы білім ал.